Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі мінезбен туады. Бірі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұл тән құмары. Тән құмары болмаса, біздің қарнымыз ашып, не демала алмай, һәм өзі өспейтін еді, яғни қуат таппайды. Тән құмары ол тамақ, ұйқы, бір сөзбен айтқанда демалу. Ал екіншісі білсем демекілік. Не болса соған ұмтылып, сырнай керне болса дауысына ұмтылып, не болса соны аузына салып, дәмін татып, тағда жәндік, тағда басқада көптеген нәрселер көрсе, соған ұмтылып, ұстап, ол немене? Бұл немене? Ол неге үйтеді? Бұл неге бүйтеді? Деп әрдеңкені сұрап, миды аштадым. Бұл әрине жан құмары. Жан құмары болмаса, біздің еңбегіміз де жоқ, ақшамыз да жоқ. Бір сөзбен айтқанда, осы үйіміз, тамағымыз да жоқ. Ең бірінші бізге жан құмары керек. Одан кейін тән құмары керек. Жан құмары болмаса, тән құмары да болмайды. Әрине, тән құмарында біз ұйықтаймыз, жейміз, ішеміз, бәрі тән құмары ол ақша. Ал жан құмары сол ақшаны табу, еңбек істеу. Жан құмарында әрине барлық заттарды ұстап көреді. Бала ол жан құмары бар. Кейбір бала өзі әрдеңкені ұстап, өзі біліп, өзі ізденеді. Ал кейбір балалар өздері өз тамағын ойлап, ішіп жеп жүре береді. Әрине, біздің анамыз бізді туады. Одан кейін оны қандай харакетке айналдырамын, қандай нәрсеге үйретемін деп ойлайды. Әрине, біз өзіміздің ынтамызға байланысты. Мысалы, кейбіреулеріміз білімсіз боламыз, надансыз, яғни сауатсыз боламыз. Ал кейбіреулеріміз мықты, керемет боламыз. Әрине, кейбіреуіміз ойлаймыз, егерде бала сабағын 3-ке оқитын болса, болашақта миллионер болады, бай болады деп ойлаймыз. Әрине, бұл өтірік нәрсе. Әрине, барлық нәрсе адамның өзінің ойлау қабілетіне байланысты. Мысалы, 3-пен оқитындар өскенде түйсікке сенеді дейді қазақ. Түйсікке сенсек, біздің түйсік кейде алдайды, кейде шын айтады. Ал оқып білген адам өзінің білімін еске түсіреді, яғни ойлау қабілеті дамиды. Сонда бұл біздің қазақтың сауатсыздығы ма?